Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін банафипай пирогын пісіреміз. Ол үшін ең алдымен ұн, қопсытқыш, қант ұнтағы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Қоспаларымызды жақсылап араластырып алған соң үстіне сары майымызды қосамыз. Сары май міндетті түрде комнаталық температурада болу керек. Қамырымыз песочное тесто сияқты құрғақ болып шығу керек. Қамырымыздың үстіне бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Екі шай қасық қаймағымызды қосамыз. Қоспаларымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін қамырымызды 20-30 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Формаға қамырымызды осылай қолмен жайып шығамыз. Қамырымызды осылай шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште асты-үсті режимінде 20-25 минут қамырымызды пісіріп аламыз. Қамырымызды әбден суытқан соң пайдаланамыз. Қамырымыздың үстіне 4 қасық вареная сгущенканы жақсылап жағып шығамыз. Міндетті түрде сапалы вареная сгущенка қолданғандарыңыз дұрыс. Банафипайдың қамырына пампушканы мүлдем қолданбаймыз. Пампушканы қолданған барлық пирогтардың қамырлары қатты болып шығады. Мен 2 бананды алдын ала тазалап, домалақ етіп турап қойдым. Барлық бананды пирогтың үстіне қойып шығамыз. Банафипайдың креміне тек сливкидан жасауға бола ма деп сұрап жатады. Негізі творожный сыр қосқан өте дәмді болып шығады. Натуральный емес клейгейлерді пайдалануға да кеңес бермеймін. Банафипайға крем-чизді пайдаланамын. Ол үшін ең алдымен творожный сырды өлшеп аламыз. 150 грамм, үстіне 80 грамм қант ұнтағын саламыз және оны миксермен жақсылап соғып шығамыз. Қолданатын клейгейлеріңіз міндетті түрде салқын болу керек. Тоңазытқышта кем дегенде 8 сағат тұрған клейгейді пайдаланамыз. Сапалы клейгей қолданамыз. Клейгейіміз міндетті түрде 33 немесе 35% болу керек. Клейгейді қосқаннан кейін миксерімізбен үлкен жылдамдықта шамамен 3-4 минут жақсылап соғып аламыз. Егер де тым көп соғып қоятын болсаңыздар, онда сіздердің майларыңыз бөлек, суларыңыз бөлек ажырап кетеді. Сол үшін өте көп соғудың да қажеті жоқ. Клейгейіміз өз формасын өзі ұстап тұратындай қалыпқа жеткенше миксерімізді қолданамыз. Креміңіз видеодағындай өз формасын ұстап тұрса, онда крем дайын деген сөз. Кондитерлік қапқа гүл тәріздес насатканы салып, басын осылай қайшымен қиып алып тастаймыз. Және де осы кондитерлік қапқа барлық крем-чизімізді салып аламыз. Вупи-пай тортының насаткасымен де пайдалануға болады. Кремімізді пирогтың барлық жеріне орналастырып шығамыз. Міндетті түрде барлық банандар жабылғаны дұрыс, өйткені ол тез қарайып кетеді. Пирогымыз өте дәмді және осындай әдемі болып шығады. Пирогымызды міндетті түрде тоңазытқышта сақтаймыз. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп лайк басып шығуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.